Сәлем менің оқырмандарым. Бүгінгі тақырып йодомарин. Йодомарин, яғни йод жетіспеушілігі кезінде қолданылатын препарат. Осы менің парақшамда әртүрлі препараттар туралы айтылатын болады. Егер қызықтырса, маған тіркеліп кетіңіз. Препаратты түсіну үшін ең алдымен йод дегеніміз не? Ол біздің организмге не үшін қажет? Соны білуіміз керек. Йод адам организміне ең қажетті элементтердің бірі. Әсіресе жасөспірімдер мен балалар үшін ол өте қажет, себебі жүйке жүйесін толық қалыптастырады. Яғни ақыл-естің дамуына үлкен үлес қосады. Йод бұл қалқанша безінің тікелей түзілуіне қатысатын элемент. Сондықтан бұл йод элементінің бізге тағаммен бірге немесе дәрі-дәрмекпен бірге организмге түсіп отыруын қадағалауымыз қажет. Ал қалқанша без болса, бұл адам организмінің денінің саулығының 80%-ын құрайтын без. Яғни қалқанша без толыққанды істеп тұрса, онда біздің деніміз сау. Йод жетіспеушілігінің алдын алу ол тағамға йодированный тұз қолдану және осы йодомарин препарат түрінде қолдану. Йод жетіспеушілігін тағам арқылы да толықтыруға болады, ол балық өнімдері, сонымен қатар жеміс-жидектер. Йодтың жеткіліксіздігінен пайда болатын аурулар, олар зобтың түрлері, тиреотоксикоздар, гипотиреоздар, сонымен қатар нәрестелерде де неонатальды зоб және ақыл-естің кемуі. Йодомарин препараты Германияда өндіріледі, қолданылуы өте ыңғайлы, күніне бір таблеткадан балаларға 100 мг, ересектерге 200 мг етіп тағайындалған.